Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай дәмді, ерекше нан құмырада жасалынатын ыстық тағамды дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Етті төртбұрыштап турап аламыз майдалап. Міне осылай. Және қалған көкөністерді де видеодағыдай етіп турап дайындап қоямыз. Қызып тұрған табаға аздап май құйып, еттің суы тартылғанша қуырып аламыз. Оның үстіне пияз бен сәбізді салып тағы да қуырамыз. Одан кейін тұзбен өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді салып, оның үстіне болгар бұрышы мен чеснокты салып қуырамыз. Және де бір қасықтай су құйып, бетін жауып 5-10 минуттай бұқтырып қоямыз. Одан кейін қамырын дайындауға кірісеміз. Жұмыртқа мен қант тұзды жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне бір қасық сұйық май және айранды құйып, ұн қосып, жұп-жұмсақ қамыр етін боламыз. Қамырды жарты сағаттай тоңазытқышқа жібереміз. Картопты турап аламыз. Және оның үстіне жаңаға қуырған етті салып жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, дәмін кіргізіп аламыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, жайып аламыз. Міне осылай етіп жайып, кесеге немесе қажетті өздеріңіздің формаға салып, ортасына орналастырып, ішіне картоп пен етті толтырамыз. Және бір шетінен бастап, жақсылап жабыстырып шығамыз. Артық қалған қамырды алып қоямыз. Және де бірден пергамент қағазының үстіне төңкеріп, формасын келтіріп аламыз. Қамырамыздың қақпағын дайындап аламыз. 150-180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Тағамымыз өте әдемі, дәмді, керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ болып пісті. Баршаңызға ас болсын.